кеттік жаным. Күлеміз, я, жақсы. Ал енді ашуланамыз. Жоқ олай емес жаным, тағы ашуланамыз. Сүр болды. О, жақсы шықты. СМС келді. Әсел, жақын арада байып шыға келеміз. Маған өзімнің блогымды өте ұтымды шарттар арқылы несие рәсімдеуді жарнамалауға ұсыныс түсті. Керемет ақша табам деп айтпаймын, бірақ алғашқы жарнаға жинауға болатын сияқты. Шарттары шынымен ыңғайлы екен. Мүмкін көлік алу үшін мен де несие рәсімдеп көрермін, а? Әйтпесе немі сынып қала береді ғой көлігім. Жаңа көлігің болған жақсы әрине, бірақ жаңа кредитің болған жақсы емес. Несие алу үшін алдымен тұрақты жұмысың болу керек. Және бірнеше ай қиналмай өмір сүру үшін қаржылық жағдайыңда сенімді болуың маңызды. Мен біздің отбасымыз үшін жайлы жағдай жасауға ұмтылып тұрғаныңды бағалаймын. Бірақ кредит алған соң жауапкершілік те жоғары болу керек. Қайырлы таң жаным. Қайырлы таң жаным. Бутерброд жейсің бе? Жейм. Бутербродқа май жағайын ба? Я. Маймен уылдырық жақсам ше. Болады. Жаным, күнде осылай таңғы ас жеген келе ме? Күнде емес, бірақ жүйрік жасап тұрсаң, қарсы емеспін. Жаным, ол үшін маған көп ақша табу керек. Дұрыс па? Ал маған не көмектесетінін білесің бе? Саған не, қаржылық пирамиданы жарнамалауға тапсырыс берді ма? Жоқ, жаным. Маған жаңа көлік көмектесер еді. Сережа, сенің жаңа көлік алғаныңа мен қуанар едім. Гараждағы көлікке кеткен уақытты жұмысқа арнайтын едім. Жұмыс көп болса, ақша да көп болады. Уылдырық та көп болады, а, жаным? Сереж, мен сенің жаңа көлігіңе қуанар едім. Бірақ терезе көтергіші жұмыс істеп тұрса жақсы болар еді. Ана жолы қатып қалғаным есіме түсіп кетті. Біз ақшаны қайдан табамыз? Жаным, мен несие туралы ойлап отырмын. Сережа, несие бұл өте үлкен жауапкершілік. Оны төлеу үшін сенің тұрақты табысың болу керек. Ал сен жағдайымызды өзің білесің. Асықпай-ақ қояйықшы. Жаным. Енді менің қаншайымым Жигулимен емес, жақсы көлікпен жүрсе деген ойым ғой. Жигули әрине жаман емес, бірақ 1983 жылғы. Жүр, кеттік, дайындалайық. Бұл не қылғаны, а? Оталшы, кәне, өтінемін. Бүгін маған жұмысқа кешігуге болмайды. Қарғыс атқыр, енді жетпегені пиццаны автобуспен тасу еді. Пиццамен автобуста жүргенше кредит төлегенім жақсы еді. Не болды, жаным? Оталшы, а? Сережа,
Сережа, не болды? Неге қараңғыда отырсың? Әсел, бюджетіміз қаншаға толыққанын еді білесің бе? 300 теңге шағын. Бүгін жұмыста кешіккенің үшін айыппұл салды. Сен жұмысқа уақытында шықтың ғой. Бірдеңе болып қалды ма? Жан, мана ескі көлікке айтар сезім жоқ. Тағы сынып қалды, от алмады. Егер кредитке жаңа машина алғанда, 2 есе көп табыс табатын едім. Мына көлікке көп қаржы кетпейтін еді. Жаным, мен сені қандай жағдай болмасын қолдаймын. Бірақ мені де түсін, жаңа көліктің қызметтері де өте қымбат болады. Жаңа көлікке қарағанда ескі машинаның құрал сайманы 10 есе арзан. Асығыс шешім қабылдамай тұрып, несие алған біреумен сөйлесіп көрерсің. Қуанар едім. Жарайды. Мен гаражда өткен уақыттың орнына сенің жанында үйде болғым келеді. Сен не? Қайта көлік жөндеп жатсың ба? Иә, тағы сынып қалды. Соңғы жарты жылда қанша рет бұзылды, шаршадым ғой уже. Табандылық тұрақтылықтың белгісі. Көңіл көншітпейді, бірақ тұрақтылық. Мұндай тұрақтылықтан көліксіз жүрген жақсы ғой, я? Дұрыс па мақсат? Иә, бірақ жаңа көлікпен жақсырақ. Қойшы, қуасың ба? Мен қумаймын, мен айдаймын. Міне өзіме жап-жаңа тұлпарымды сатып алдым. О, ақшаны қайда таптың? Несие алдым. Қалай қайтарасың? Ай, бір ретін табарым. Мен де несие алғым келеді, бірақ Әсел қарсы екен. 7 рет өлшеп, 1 рет кес деп. Әсел, жұлдызнама бойынша кім? Арыстан, не болды? Мен тараз екен деп ойлап қалсам, үнемі өлшейді де жүреді. 7 рет өлшеп. Ал сен кімсің? Мен тоқтымын. Ал мен тежегіш десем. Болды, қой. Мен мұнда жайдан босқа келген жоқпын. Жүр, менің жаңа машинамды жуайық. О, кеттік, жуайық. Бірақ бауырым, ақша жақтан қысылып тұр едім. Екеуміз бірге шығарайық. Қош, бәрі түсінікті, кет. Жүр, тым болмаса да көлігім көрсетейін. Кеттік, давай жуайық. Балам, баяғыда менің бір көршім болған. Үнемі шаруашылығымды көтерсем деп жүретін. Бірақ оған қайдан ақша алатынды білмей басы қатып жүретін. Бірде несие берушіден 100 000 теңге қарыз сұрады. Несие беруші бұл көп ақша. Бұның қайтпауы белгісіз. Мен сондықтан саған тек пайызбен берем деді. 1 жылдан соң 100 000-ның орнына 200 000 қып қайтарасың деді. Ол амал жоқ, келісті. Көршім ойлана, ақыр келісті. Ал несие беруші кепілдік сұрады. Кепілдікке белдігіңе қыстырылып тұрған балтаңды маған қалдырасың деді. 1 жылдан соң 200 000 теңгені алып келгенде өзіңе балтаңды қайтарып берем деді. Жігіт келісті, балтаны берді, 100 000 теңгені алды. Көшеге шыққан соң ойланады. 200 000 теңге аз ақша емес. 1 жылдан соң ақшаны қайтара алам ба, қайтарамайым ба? Жарты жылдан кейін бірден қайтарсам қалай болады? Несие берушіге келіп, бірден 200 000 теңге қайтару қиын. Сондықтан несиенің жармысын қазір қайтарып берейін деді. Қалған 1 жылдан соң қайтарам деді. Несие беруші келісті. Көршім далаға шыққан соң тағы да қатты ойланады. Бұл не болды? Ақшам болса жоқ, балта ол кетті. Әуелі 100 000 теңге қарыз болып шықтым. Міне масқара. Содан көршіңізге не болды? Көршім шаруашылықты әрине дамыта алмады. Бұндай жағдайда біздің ауылдағылар не ексең, соны орасың дейді. Менің көршім дән егіп, уылдырық алғысы келді. Дұрыс айтасыз. Сен жассың, алға қойған мақсатың бар.
сендердің уақыттарың көп. Ал төзімділік пен шыдамдылыққа әлі біраз жұмыс істеу керек, балам. Егер бір нәрсені қаласаң, оған міндетті түрде қол жеткізесің. Тек оған төзімділік пен шыдамдылық керек. Болды, жақсы ата. Кеңес үшін рахмет сізге. Жеңіс аға, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе, Сергей? Жеңіс аға, сіз экономист ретінде несие туралы айтып бересіз ба? Әрине. Қуана. Міне қара. Несие дегеніміз не? Несие үшінші тарапқа белгілі бір пайызбен бекітілген уақытқа берілетін ақша. Келісім шартта несиені төлеу кестесі мен басқа да заңнамамен реттелетін басқа да ақпараттар жазылады. Несие ыңғайлы қаржы құралы. Сондықтан оны қалай дұрыс пайдалану керектігін білу керек. Несие алмас бұрын сен өзінің қаржылық жағдайыңды, сондай-ақ болашақта туындау мүмкін барлық тәуекелдерді ескерусіз қалдырмау керек. Егер уақытша жұмыссыз қалған жағдайда ресми кірісінде кемінде 6 мөлшерін тең қаржылық қауіпсіздік жастығын болу керек. Банктік несие немесе шағын несие алу туралы шешімді мұқият қабылдау және оларға барлық жауапкершілікпен қарау қажет. Сен шынымен шұғыл алға қойған мақсаттардың үшін несие алсаң, онда әртүрлі банктердің несиелік ұсыныстарын бақылап, олардың несиелеу шарттарын талдау қажет. Қандай жағдай болмасын, қызықты жарнамаға сеніп несие алуға асықпа. Клиенттердің пікірлерін, банк қызметінің қаржылық қорытындыларын оқы, оның бедел туралы зерттеу жүргіз. Барлық шарттармен толық таныспай жатып, несие шартына қол қойма. Несиеге өтініш бермес бұрын саған бірнеше кеңес берейін. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін көрсет. ЖПТМ бұл сен барлық артық төлемдердің жылдық мәндегі сомасы. Және ол неғұрлым төмен болса, соғұрлым сен үшін несие шарттары қолайлы болады. Банктік заем шарттарына қол қоймас бұрын қарыз алушыға ЖТТМ туралы, сондай-ақ несиені өтеу әдістер жайлы ақпарат беру керек. Өзіне ыңғайлы өтеу әдісін таңда. Негізінде барлық жерде банктер аннуитет әдісін ұсынады. Онда қарыз алушы бүкіл несие мерзімі бойына бірдей ай сайынғы төлемдер төлейді. Ал негізгі қарыз өсіммен өтеледі. Сондай-ақ негізгі қарыз біркелкі өтелген кезде бірақ төлемдер сомасы кеміретімен жүретін сараланған әдіс бар. Сондай-ақ негізгі қарыз біркелкі өтелген кезде бірақ төлемдер сомасы кеміретімен жүретін сараланған әдіс бар. Несие шарттарына назар аудар. Артық төлем мөлшері соған байланысты. Егер несие мерзімі ұзағырақ болса, сонда несие бойынша артық төлем көп болады. Банк менеджерінен несиені ішінара немесе толық мерзімнен бұрын өтеу шарттары қандай екенін, атап айтқанда кез келген кезеңде айыппұлсыз және артық төлемсіз мерзімнен бұрын өтеу мүмкіндігі бар жоғын тексер. Тағы да айта кетейін, несиелік келісімге қол қоймас бұрын оны мұқият зертте. Бұл өте маңызды. Шарттарды мұқият зерттегеннен кейін ғана келісімшартқа қол қою керек. Егер бірдеңе түсініксіз болса, банк менеджерінен сұра. Мүмкіндігінше заңгермен кеңесіп ал. Менеджерге несие шарттары, тараптардың құқықтары мен міндеттері, соның ішінде кешіктірілген жағдайда салдары туралы нақтылайтын сұрақтар қоюға қымсынба. Рахмет, Жеңіс аға. Мен осы сұрақтардың бәрін зерттеймін. Уәде беремін. Жаным, мен несие туралы барлығын оқып, оны қалай алу керек екенін түсіндім. Сүйінші, несие алмаймын деп шештім. Әрине, төлейтін мүмкіндік бар, бірақ ол ақшаны одан да отбасымызға, яғни өзімізге жұмсаған дұрыс. Одан да үнемдеуді жалғастырамын. Өйткені қаржылық қауіпсіздік жастығын жасау керек.
несие дұрыс пайдаланылса ыңғайлы қаржы құралы екен түсіндім. Ал сенің көлігің ше? Әрдайым сына берсе жұмысыңа қалай барасың? Мен ата-анамен сөйлестім. Олар өздеріне жаңа көлік алайын деп жатыр, ал ескі көліктерін маған береді. Әрине ол жаңа Мерседес емес, бірақ менің жұмысыма болады. 3 жыл машина үшін несие алмаймын, одан да депозитке ақшаны саламын. Алайда ойын приставкасын несиеге алар едім. Жақсы, ойын приставкасын несиеге алуға болады. Оған қоса сенің туған күнің келе жатыр. Жаным, қойш, қалжыңдаймын. Бірақ мен бүгін тағы да ең керемет жанымды таңдағаныма сенімдімін. Сергейге туған күніне достары сыйлаған жаңа ойын консолі пайда болғанша, олар бақытты өмір сүрді. Өйткені үйде консоль пайда болғаннан кейін кім бірінші болып PlayStation ойнайтыны туралы даулар көбейе түсті.